Ленур Тимиров Авропа чемпионатындан тунч медальнен қайты. Бухарест шерінде олып кечкен. Юнан Роман күреш ярышындан Қырым-татар күрешчіміз муафақиятлік күреш кечіріп тек бір кере янылды. Оны авалиманында бізі мұхберлеріміз қаршылады. Борисполь авалиманы мында спортчыларның қаршылашу в мейданы тешкілі олынды. Біріншелерден Ленур Тимиров чыға. О Бухарестікі Авропа чемпионатында көрешелік тунч мукафатны елде етті. Уже коллекция. Тунч медальлеріміз энде бар. Энде күміш алтын медальны істейм. Айталарда мадден аш вақытта ачыла. Да yüksek дәрежелерге етмеге істейміз. Энде алтын алмаға да тырышачам. Авропа чемпионатындан эвел Ленур Дүния чемпионатында тунч медаліні елде еткен еді. Уровень подготовки. Керчек айтсам біз пек güzel азырландық. Yüksek seviyede ve men finalda күрешмек мecbur едім. Ең азından озымы ойле дуя едім. Ama yarım finalda біраз етамадым. Сонки даққаларда еңілдім. Оның сөзлеріне көре бойлы мүкафатларны қазанмаға оңа яқынлары ве ватандашлары күш бере. Конечно. Эбет кімерде еңілгенде әр вақыт туғанларны қадырлайсың. Эмде қырмытар олғанына. Ве бұл санки бір итемкі бола. Рухланасың. Ленурның мақсады қырмытарларда 72 сенеден берлі олмаған ғалибені қазанмақтыр. Олимпиада алтын мүкафатны елде етмек. Кто не мечтает Олимпиада? Кім Олимпиада медалі ақында арзу етмей? Мен де арзу етем. Ве бізім халқымыз үшін да бір Олимпиада медаліні қазанмақ үшін ершейіне япажақмыз. Украина жима күреш тақымы Романия пайтақтында өмімен 10 медаль қазанды. Ама Юнан Романы сүбінде екі олардан бірісіні қырмытары Ленур Тимиров елде етті. Имран Усейнов, Олег Шумейко, UATV.